Бәріңізге кеш жарық. Бастай берейік, я? Жақсы естіліп тұр ма? Менің веб-камерам нашарлау. Главная презентация көрініп тұр. Даусым қалай естіліп тұр? Мен есім Нұрмагамбетова Кенжігүл, мен қазір золотой директор дәрежедемін. Бүгінгі вебинардың тақырыбы жеке тұтыну дегеніміз не? Жеке тауар айналым бізге не үшін қажет? 150 балдың пайдасы қандай? Тауар айналымды қалай жасаймыз? Барлық новичоктарда осындай сұрақтар туындайтын шығар, я? Осы сұрақтарға жауап алу үшін бүгін сіздерге осындай вебинар өткізейін деп отырмын. Ең алдымен айтып кетейін, есіңізде болсын, устав компанияның уставы бойынша осыны қатаң сақтаймыз. Біреудің атынан тіркелуге болмайды. Мысалы, егер сізге біреу тіркелем десе, өзі тіркеліп тұрса, бірақ кейбіреулер айтады, я, мысалы, мен мамамды тіркейінші, күйеуімді тіркейінші, сестраны тіркейінші, соның атынан жұмыс істейінші, онда олай істеуге болмайды. Әр адам өзінің атынан ғана тіркелу керек. Сосын ата-анамызды, жолдасымызды, балаларымызды бірінші линияға тіркейміз. Яғни тура дәл өзіміздің астымызға. Басқа командадан адамдарды шақырмаймыз. Яғни басқа командада тіркеліп тұрған адамды өзімізге переманивать етпейміз. Мен командама кел, тез өсіп жатырмыз. Мен командамда тіркел деп солай переманиваймен айналыспаймыз. Компанияда тіркеліп тұрған консультанттарды қайта тіркемейміз, терминацияға кеткенше. Кейбіреулер болады, я, мен сен бір фамилиянды кішкене өзгертіп, немесе отчествоңды өзгертіп тіркей салайын дейді, солай істеуге мүлдем болмайды. Сосын жаңа консультанттарды тіркеген кезде мұқият болыңыздар, аты жөнін, паспорттың ақпараттарды қатесіз дұрыс толтырамыз. Түрім дұрыс көрінбейді, өйткені камерам нашар болып тұр. Енді қараңыздар, Oriflame компаниясы бізге тауар айналым үшін ақша төлейді. Егер бір құр тіркеліп, ешқандай тауар айналым жасамай отырсақ, компания бізге ақша төлемейді. Бұл кез келген жұмыста да солай, жалдамалы жұмыста да солай. Егер сіз мысалы офисқа келіп, кешке дейін жай жұмыс істемей жай отырсаңыз, сіздің бастығыңыз сізге зарплатаны төлемейді да, сізді жұмыстан шығарады. Сол сияқты бұл жерде де жұмыс істеу керек. Тауар айналымнан компания бізге ақша төлейді. Тауар айналым бұл әрбір партнердің жеке тұтынуынан құрылады. Қараңыз, сізге интернет дүкен ашылды. Мысалы, сіз тіркелдіңіз, сізге спонсорыңыз логин мен пароль берді, жеке кабинетіңізге доступ ашылды, өзіңіздің логин мен парольмен өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз. Бұл сіздің онлайн офисіңіз, бұл сіздің интернет магазиніңіз. Енді өзіңіз таңдайсыз. Қараңыз, егер сіз душқа түсесіз, тіс жуасыз, боянасыз, енді дүкен ауыстырасыз, Oriflame магазинға, осы заттарды өзіңіздің интернет магазиннан ала отырып, тура сол сияқты душқа түсесіз, тіс жуасыз, боянасыз, бірақ та одан еще табыс алып отырасыз. Енді қайсын сіздің таңдауыңыз қандай болады? Жеке тұтыну дегеніміз бұл продукцияны қолдану. Біз әр қайсымыз күнде жуынамыз, зубная паста, сабын, сондай заттарды қолданамыз, гигиена заттарды қолданамыз. Әр қайсымыз күнде тіс жуамыз, бас жуамыз. Біз әйел адамдар, мысалы, әр 2 күн сайын басымызды жуамыз. Әр қайсымыз қолымызды, аяғымызды күтеміз, неше түрлі кремдар қолданамыз. Еркектер де күнде қырынады. Мысалы, кейбіреулер ойлайды, бұл жерде тек әйел адам ғана зат ала алады. Жоқ, бізге еркектерге арналған да шампуньдар бар, гель для душа, пена для бритья, кремдер, станоктар, сондай заттар бар. Еркектер де күнде қырынады. Балаларымызды да біз жуынамыз, Мысалы, кейбір адамдар айтады, жоқ, мен продукцияны алмайым. Сонда ол адам жуынбай ма, косметикамен қолданбай ма?
Міне, енді өзіміздің жанұямызға сапасы жоғары заттарды 20% жеңілдікпен аламыз. Яғни дүкен ауыстырамыз. Кейбір адамдар айтады, неге мен Oriflame компаниясынан алу керекпін? Қараңыз, егер мысалы сізде осындай кондитерская болса, булочка, нан сататын өзіңіздің дүкеніңіз болса, сіз мысалы басқа бөтен дүкеннен барып сатып алмайсыз, нанды өзіңіздің магазиннан алып отырасыз, өзіңізге пайда келтіресіз. Сіздің таныс туыстарыңыз да сізге пайда келтіру үшін сіздің магазиніңізден алып отырады. Міне осында да солай. Қандай дүкеннен алып отырасыз? Әрине, өзіңіздің магазиніңіз болғанда, өзіңіздің магазиннан алып отырасыз. Бізде де сол сияқты. Енді барлық гигиеналық заттар, витаминдер, шампунь, өзіңізге қажетті заттарды өзіңіздің интернет магазиннан 20% жеңілдікпен алып отырасыз. Даусым дұрыс естіліп тұр ма? Енді бонус балдардың пайдасын айтып кетейін. Әрбір продукцияда өзінің бонус балы болады. Егер каталогты ашсып қарасаңыз, барлық продукттың жанында қанша бонус бал, қанша теңге тұрады, соның бәрі жазылып тұр. Әрбір продукцияда өзінің бонус балы болады. Қараңыз, егер сіз тапсырысты 100 бонус балға дейін жасасаңыз, онда сіздің пайдаңыз қандай? Сізге барлық продукцияға 20% жеңілдік болады. Егер сіз новичок болсаңыз да, бүгін тіркелсеңіз да, сіз мысалы любой суммаға мысалы бір шампунь, бір сабын алсаңыз да, сізге 20% жеңілдік болады. Егер кімде дауыс естілмесе, онда шығып қайтадан кіріп көріңіз, немесе артынан запись қарайсыз. Және де өзіңіздің орныңызды командада сақтап қоясыз. Егер тапсырысты 100 бонус балға берсеңіз, онда сізге 20% жеңілдік болады барлық продукцияға. Сіз премьер клуб мүшесі боласыз. Премьер клуб мүшесі болғанмен сізге 5% бонус жеке кабинетіңізге қайтарылады. Және де премьер каталог деген қосымша каталог бар. Ол жерде арнайы ұсыныстар бар, 50-60-70%пен тұрған заттар бар. Сол премьер каталогтан тек премьер клуб мүшелері ғана тапсырыс бере алады. Және де стартовый программаға қатысып, сыйлықтарды алуға мүмкіндік бар. Қазір кешірім сұрайын. Енді егер тапсырысты 150 бонус балға берсеңіз, онда барлық продукцияға сізге 20% жеңілдік болады. Премьер клуб мүшесі боласыз, премьер каталогтан тапсырыс бере аласыз. 5% бонус сізге қайтарылады, жеке кабинетіңізге қайтарылады. Стартовый программаға қатысып сыйлықтарды алуға мүмкіндік болады. Ол егер сіз новичок болсаңыз, объемный скидка аласыз, яғни уже зарплата алып отырасыз, өзіңіздің уровеньға сәйкес. И бір затты 50% жеңілдікпен алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшінші каталогтан басталады. Мысалы, сіз бірінші каталогта 150 балл жасадыңыз, екінші каталогта 150 балл жасадыңыз, онда үшінші каталогтан бастап бір затты, жеңілдіксіз тұрған бір затты сіз 50% жеңілдікпен ала аласыздар. Мен мысалы барлық сумкаларды өзіме осылай алып алдым, Венас продукциясын солай аламын. Енді сосын бізде арнайы тапсырыс 250 бонус балл, бұл платинум деген, яғни барлық продукцияға 20% жеңілдік болады. Премьер клуб мүшесі боласыз, премьер каталогтан тапсырыс бере аласыз. И бұл жерде премьер клубтың 5% емес, 10% аласыз, 10% қайтарылады. Стартовый программаға қатысып, сыйлықтарды алуға мүмкіндігіңіз бар. Объемный скидка аласыз өзіңіздің уровеньға сәйкес. И бір затты 50% жеңілдікпен алуға мүмкіндігіңіз бар. Арнайы ұсыныс, бұл 4 затты 3 заттың бағасымен алу деген. 17 каталог бой 250 бонус балл жасасаңыз, онда сыйлыққа платинум деген сағат аласыз. Және де жабық арнайы фуршет ұйымдастырады компания, сол фуршетке сізді шақырады. Қазір тоқтаңыздар.
кешіріңіз, ұлым келген тренировкадан. Міне, стартовая программа деген осындай новичоктарға, яғни жаңа тіркелген консультанттар осындай акцияларға қатысып, осындай подаркілерді ала алады. Стартовая программа деген міне сол жақта көрсетілген. Яғни сіз тіркелген күннен бастап 21 күн ішінде 100 бонус балдан немесе одан бонус балға тапсырыс берсеңіз, осы стартовая программа акцияға қатысасыз. Мысалы, бірінші каталогта 100 бонус бал немесе одан көп бонус балға жасасаңыз, осындай стартовая программаның бірінші шагын аласыз. Молоко и мед сериясынан крем для тела и рук және де сабын не бары 5 теңгеге аласыз. Почти тегін келеді. Екінші каталогта соны қайталап 100 бонус бал немесе одан жоғары бонус балға тапсырыс берсеңіз, екінші шагтың наборын аласыз. Бұл Зоан сериясынан туш және помада не бары 5 теңгеге келеді. Үшінші каталогта 100 бонус бал немесе одан жоғары бонус балға тапсырыс берсеңіз, үшінші шагтың наборын аласыз. Бұл жерде таңдайсыз. Міне, оптимал сериясынан антивозрастная сериясы, ночной, дневной крем, крем вокруг глаз, осы 3 саты 5 теңгеге аласыз. Немесе таңдайсыз эклад женский, немесе эклад мужской. И төртінші каталогта соны қайталап, 100 бонус бал немесе одан жоғары бонус балға тапсырыс берсеңіз, wellness pack аласыз. Wellness pack женский немесе wellness pack мужской 5 теңгеге. Өзіңіз таңдайсыз. Егер де бірінші каталогта мысалы 100 бонус бал жасап, бірінші стартовая программаның шагын алып, келесі каталогта 100 бонус балдан кем жасасаңыз, онда уже екінші, үшінші, төртінші шагтардан қаласыз. Ала алмайсыз. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, бұны сатсаңыз да, өзіңізге қалдырсаңыз да, біреуге подаркаға берсеңіз да, қаншама пайда көресіз. Және де шақырушы демеушілерге арналған акцияға барлық партнерлар қатысалады, новичоктар да қатысалады. Әр каталог сайын осындай бізде акциялар бар. Тек қана сыйлықтар бұл жерде өзгертіліп отырады. Мысалы, осы каталогта екі партнерда, сіздің шақырған адамдарыңыздан екі адам 100 бонус бал жасап, стартовый программадан өтіп, бірінші шагтың наборын сыйлыққа алады. Сіз, мысалы, осындай сумканы 590 теңге аласыз, немесе клатч шарфикпен 590 теңгеге, немесе кошелекті 590 теңгеге ала аласыз. Не көрдіңіздер ме, компания қандай бізге сыйлықтар береді, я? Тауар айналымды құрастырғанымыз үшін. Ешқандай дүкен, мысалы, сіз күнде бір дүкеннен нан, сүт алып отырсаңыз да, мысалы, бір айда да қаншама тауар айналым жасайсыз. Ол дүкен сізге ешқандай сыйлық бермейді. Бұл жерде сіздер 21 күнде ғана тауар айналым жасап, осындай сыйлықтарды ала аласыздар. Міне қараңыздар. Біздің компанияның ережесі бойынша айлық алу үшін, яғни объемный скидканы алу үшін жеке өзіңіз 150 бонус балға тапсырыс жасау керексіз. Ол тапсырыс сіз, мысалы, уровень бойынша өскен сайын сіздің заказға төленетін сумаңыз азаяды. Мысалы, бірінші каталогта сіз 150 бонус балға тапсырыс берсеңіз, шамамен, мысалы, бұлай алайық, 30 мыңға шықты заказыңыз, 30 мың төлейсіз. Ол енді өзіңіздің алатын тауарыңызға байланысты. Егер, мысалы, навыч наборын алсаңыз, онда кішкене арзандау келеді 150 бал. 2300 теңге объемный скидка түседі. Келесі каталогта, мысалы, 6%-ке шықсаңыз, тағы да 150 бал жасап, 30 мыңға жасадыңыз, онда 30 мың емес, жаңағы объемный скидкаңыз алынады, 27.700 теңге төлейсіз, және 6%-ның уровень объемный скидкасы шамамен 4300 теңге түседі. Сосын келесі каталогта, мысалы, 9%-ке шықсаңыз, 30 мың емес, мысалы, 25 мың төлейсіз, осылай азайып отырады. Міне қараңыздар, мен мына жерде скрин жасап қойдым. Мына жерде мен 151 бонус бал жасағанмын. 151 бонус балы 28 мыңға шықты. Бұл жерде менде объемный скидка алынды. Так, қаншамында? 16 мың. Сосын предоплатам бар. 1400 теңге. Не, 11
11 мың төлейтін ақша, және де предоплатам болды 1,5 мың теңгедей, мен 9700 теңгені ғана төледім. Қараңыздар, 151 бонус балға бұл жерде 11 мың теңге ғана шығып тұр. Осылай азайтылып отырады. Керемет, я, қыздар? Міне, өзіңіздің жеке кабинетіңізге кірсеңіз, бұл жерде барлық толық ақпаратты, толық продукцияны көре аласыздар. Міне, мына жерде бөлінген комплексный уход за кожей, терге айналған күтім, бетке арналған күтім, макияжға арналған продукция, иіссулар, денеге арналған, шашқа арналған, аксессуарлар, wellness продукциясы, еркек адамдарға арналған осындай бөлініп қойған. Әрқайсына сізге қандай зат керек, осының әрқайсына кіріп, мысалы танысып алуға болады. Ол жерде описаниясы, составы және де қалай қолдану керек екендігі барлығы жазылған. Қыздар, сізге слайд көрініп тұрма? Өнімді құра отырып, компания Oriflame қоршаған ортаға зиян келтірмейтін ең қатаң экологиялық нормаларға жауап беретін табиғи ингредиенттерді қолдануға тырысады. Oriflame тұрақты даму үшін 3 негізгі бағыттарды бөледі. Біріншісі бұл адамдардың өмірін жақсарту үшін кеңесшілер, тұтынушылар, қызметкерлер мен жеткізушілерге жағдай жасау. Екіншісі бұл өнімді жауапкершілікпен өндіру, яғни өнімді ең жоғары әлеуметтік, этикалық және экологиялық стандарттарға сәйкес шығару арқылы сұлулық және өсіп өркендеуді сыйлау. Үшіншісі экологиялық қауіпсіздікті қолдау, яғни өз қызмет кезінде ғана емес, өндіру, тасымалдау сияқты барлық кезеңдерінде экологиялық талаптарды сақтайды. Oriflame компаниясы инновациялық, заманауи, қауіпсіз және ең қатаң халықаралық талаптарға сәйкес келетін өнім шығарады. Oriflame өз өнімдерін жануарларға тестілеуден бас тартқан косметикалық салада бірінші компания болып есептеледі. Сондықтан да біз Oriflame продукциясын ұсынуға ұялмауымыз керекпіз. Міне осындай Oriflame компаниясын және де көптеген мақтаныш факторлері бар. Ең біріншіден бұл компания өзі өндіруші болады, өзі өндіреді продукциясын. Және де 5 елде фабрикалары бар, өзінің ғылыми зерттеу орталығы бар, 100-ден астам ғалымдар жұмыс істейді. Бұл продукцияны әуелі зерттейді, көптеген ғалымдар оны ойластырады. 215 жылы компания Oriflame дұрыс тамақтану деген премиясын алды. Витаминдер және БАД санаты бойынша үздік компания өндіруші болып саналады. Елде әр 5 секунд сайын wellness сериясынан бір зат сатып алынады. Wellness сериясымен міндетті түрде барлық новичоктарды таныстырып шығыңыздар. Өйткені wellness сериясы бізге өте көптеген отзывтар, өте көптеген результаттар бар. Нович продукциясы 2016 жылы товар года деген премияны алған. Міне осындай продукция жөнінде мақтаныш факторлері бар. Wellness продукциясы жөнінде барлық ақпаратты міне өзіңіздің жеке кабинетіңізден көре аласыз. Wellness деген разделінде мына жерде барлық ақпарат бар. Қандай сертификаттар бар, сол жерден көре аласыздар. Мына жерде, осы жерде отзывтарды да көруге болады, результаттарды да көруге болады, wellness пен нәтиже болған тіпті суреттер де бар. То есть барлық ақпаратты міне осы жерден қарай аласыздар. Енді қараңыздар, Oriflame компаниясында қайдан ақша келеді, басқа компанияларды алсақ, басқа бір любой компанияны алсақ, міне олар өнім шығарады. Сосын оны оптовый продавецтар алады, сосын розничный продавец алады, яғни магазиндарда сатады. Магазинға ол, мысалы, өнімдер производительден, яғни өндірушіден магазинға жеткенше дейін
міне бірнеше сатыдан өтеді, я. Растармошка болады, доставкасы болады, оптовый, оптовик болады, сосын розничный продавец болады, сосын розничный продавец барып магазинға сатады, магазин сатып алады, сосын бізге сатады. Поэтому бізге жеткенше, ол өндірушіден товар бізге жеткенше, ол бірнеше есе қымбат болып келеді. Ал біз, мысалы, Oriflame компаниясыға дистрибьютор болып тіркелеміз, біз өндірушіден тікелей сатып аламыз. Яғни, ешқандай посредниктер болмайды, еще 20% скидкамен сатып аламыз. Және де бізге, мысалы, каталогтан біреу заказ берсе, бізден, яғни, біз арқылы тікелей тұтынушыға барады товарымыз. Біз бұл жерде еще 20% табыс көреміз. Яғни, бұл жерде ешқандай бірақ болмайды да, толық 100% гарантия бар. Енді жеке тауар айналамды қалай жасауға болады? Бірнеше әдістер болады. Бірінші, бұл әрине өзіңізге қажетті заттарды алып отыру, яғни дүкен ауыстыру. Екіншісі, каталог көрсетіп заказ жинау. Үшіншісі, бьюти чаттар деген болады. Сертификат ұсынуға болады, және де буклеттермен жұмыс істеуге болады. Қазір мен жеке-жеке тоқталып өтемін. Міне, тауар айналымды құруға арналған осындай құралдар бар. Біріншісі, бұл каталогтар, бұл біздің инструменттер, құралдарымыз тауар айналымды жасау үшін. Бумажный каталог бар, электронный каталог бар. Сосын книга красоты деген бар. Мысалы, сіз ең бірінші книга красоты сізде болмаса, міндетті түрде алып алыңыз. Хотя бы бір книга красоты, ол жерде продукция жөнінде айтылған. Үшіншісі, пример каталог. Бұрын бумажный болған, қазір электронный вариантта ол. Мүмкін сосын бумажный да қайтадан шығаратын шығар. И төртіншісі, бұл набор пробников. Не, осындай керемет сумка бар, набор пробников деген. Ол жерде өте көп пробниктар бар, помадалардың, кремдердің, духилардың көптеген пробниктары бар. Өте жақсы сумка. Мысалы, кім каталогпен заказ жинайды. Және де, мысалы, сіздің үйіңізге подругаларыңыз, қонақтарыңыз келсе де, сіз, мысалы, любой уақытта осы пробниктарды көрсете аласыз. Сосын каталог ұсыну. Каталогты көрсетуге ұялмаңыздар. Каталог әрқашанда сіз қайда шықсаңыз да, қайда барсаңыз да, сіздің сумкаңызда болу керек. Сіздің сондай привычкаңыз болу керек. Кімге оны көрсетуге болады? Мысалы, кейбір адамдар айтады, менде каталогты көрсетудің, білмеймін кімге көрсетемін, ондай адамдар жоқ деп. Сіздер оны өзіңіз солай ойлайсыз. Подругаларға көрсетуге болады. Мысалы, үйіңізге қонақтар келгенде, подружкаларын келгенде, немесе арнайы подругаларында бір шайға шақырыңыз, шайға шақырып осындай каталогты көрсетіңіз. Үйге продукцияңыз болса, продукцияны көрсетіңіз. Солай көрсетсеңіз, сізге міндетті түрде әрбір адам, мысалы, хотя бы бір продукция болса да, сізге заказ береді. Сосын коллегаларға көрсетіңіз, егер жұмыс істесеңіз, онда, мысалы, каталогты жұмысқа апарып қойыңыз. Көршілерге көрсетуге болады, егер, мысалы, особенно благоустройкада тұратындар, көршілер өте көп. Сонда, мысалы, егер сіздің жұмысқа апарып қойсаңыз, немесе шештаразға, салон красотыға барасыз, осында очередьта отырады адамдар. Ол жерде, мысалы, көбінесе прическалар туралы да журналдар болады. Кейде, мысалы, қызықсыз болып келеді. Сол кезде, мысалы, администратормен сөйлесіп, егер каталогты өзіңіз қалдырсаңыз, каталогтың ішіне осындай заявканы қоюға болады, ішіне салуға болады. Сосын өзіңіздің солай каталогты қалдырсаңыз, онда міндетті түрде каталогтың прям бетіне, артына емес, бетіне прям жабыстырып қойыңыз, өзіңіздің даныйларыңызды, WhatsApp номеріңізді, осылай WhatsAppқа маған хабарласыңыз. Деп, осылай каталог, егер каталогпен жұмыс істесеңіз, онда өте жақсы заказ жинайтын боласыз. Сосын бьюти чаттар деген бар. Бьюти чат деген бұл WhatsApp'та кәдімгі группа сияқты.
Мысалы, кейбір новичоктар, партнерлар заказ жинауға қиналады. Мысалы, өздеріне де алмайды, және де заказ жинамайды. Сосын осындай бьюти чаттар бар. Ол группа сияқты ашылады WhatsApp'та. Сосын новичоктарды да үйретіп қоясыз, не осындай бьюти чат ашасың. Сол бьюти чатқа біз кімдерді қосамыз. Новичоктарды, туыстарымызды, таныстарымызды тіркелмеген болса да, компанияға тіркелмеген болса да, сол адамдарды қоса беріңіз. Бьюти чатта қандай ақпарат береміз? Бұнда көбінесе продукция жөнінде айтылады, отзывтар айтылады, продукция әсерін айтамыз. Міне ең бірінші отзывтар, продукция әсерін. Міне осында бьюти чат бар бізде. Бұл жерде мысалы навыч туралы көрсеткен. Міне осындай отзыв, қандай керемет әсер алды, қалай қолданды, осы бәрі жазылған. Сосын міне фото жіберген, бұрын қалай болған, қазір қалай болған, қалай өзгерген. Міне осындай отзывтарды біз сол бьюти чаттарда айтамыз. Міне осы wellness жөнінде қараңыз қалай. Кейбіреулер арықтайды, артық салмақты тастайды. Не фотолармен бірге осындай отзывтарды жазамыз. Сосын міндетті түрде осындай жеңілдіктерді, акцияларды көрсетеміз. Осындай сумма деп айтпаймыз, мысалы, осындай скидка деп. Скидка минус 55%, процентпен көрсетсеңіз, онда ол адамға сразу қызықты болады. Мен аны жарты бағаға алам, мен аны жарты бағадан даже кем алам, да, осындай процентпен көрсетсеңіз, минус 55%, міне осындай иісу 3500 теңге, осындай тональный крем және де пудраны 60% жеңілдікпен ала аласыз деп, осындай жеңілдіктерді, акцияларды көрсетеміз. Сосын міне осы каталогта осындай акция болып жатыр, 50 бонус балға жасасаңыз, осындай эклад духи 1900 теңгеге аласыз. Сол жерде көрсетесіз, өзінің бағасы қандай, мысалы өзінің бағасы 13.000, сіз оны 1900 теңгеге ала аласыз деп, осындай акцияларды көрсетеміз. Міне отзыв, мужской продукцияны да көрсетуге ұмытпаймыз, өйткені әрқайсымызда папамыз бар, күйеулеріміз бар, ағаларымыз бар. Міне осындай мужской продукцияны да көрсету керек. Міне мына жерде да отзыв, жақсы отзыв жазылған, тем более еще скидкамен алған. Міне осындай отзывтарды көрсетеміз. Өйткені осындай отзывтарды, акцияларды көрсетсек, онда адамдарда уже қызығушылық оянады. Осында бьюти чат және де не үшін керек? Мысалы, новичок сізге келгенде маған 150 балл жасау керек, қалай жасаймын деп олай ойламау керек. Жасау керек, не жасаймын деп олай ойламау керек. А наоборот, мынау продукция күшті екен, отзывтар күшті екен, мен де алғым келеді деп осындай қызығушылық болу керек. Сонда жаңағы адам прям с удовольствием осындай продукцияны алып отырады. Өзі алғысы келетіндей біз соны қызықтыруымыз керек. Сосын продукция жөнінде қысқаша ақпарат береміз. Үлкен шаблондармен бермейміз, қысқаша ақпарат бермейміз. Өйткені үлкен шаблондармен берсек, мысалы, сразу барлық wellness продукциясын жіберіп, фотомен жіберіп, барлық описаниясын жіберсек, оны ешкім оқымайды, ол қызықсыз болады. Сосын көп адам шығып кетеді. Осында қысқаша ақпарат береміз, сосын пахвастушкалар жібереміз. Пахвастушкалар деген ол өзіңіздің алған заказыңызды көрсетесіз. Міне, мына жерде мысалы нутрикомплекс жайлы қысқаша айтылған, мына жерде омега-3 жөнінде. Сосын пахвастушкалар деген осындай мысалы видеоларды түсіреміз. Мен осындай заказым келді, осындай керемет, қолмен көрсетіп, ашып көрсетеміз. Өйткені адам видеода қарағанда, у него уже қызығушылық оянады. Сондай продукцияны алғысы келіп отырады. Не, көрдіңіз бе, мұнда видео жіберді, уже артынан басқа партнер жазып жатыр, қандай керемет, қызығып кеттім деп. Осындай заказ, новинкалар бар деп, міне осындай қызықтырып, новинкалар бар деп, осындай қызықтырып, осындай видео түсірген. Осыны міндетті түрде түсіріп, бір-біріне көрсетіңіздер. Оны общий чатта да көрсетуге болады, жаңағы пахвастушкаларды. Осылай түсіріп көрсетсеңіз, онда сіздің новичоктарыңыз да қарайды, менің
спонсорларым заказ жасап жатыр, қандай керемет продукцияларды алып жатыр деп, оларда да қызығушылық оянады. Егер өзіңіз заказ жасамасаңыз, онда сіздің новичоктарыңыз да заказ жасамайды. Мама, говорит, что я писаю, и еще на права описалась. Сосын бьюти чатқа адамдарды қоса салмаймыз. Міндетті түрде адаммен сөйлесіп, ескертіп, сосын барып бьюти чатқа қосамыз. Өзін бьюти чат прям көп адамдарға толып кетпесін, кішкентай бьюти чаттар жасауға болады. Мысалы, бірнеше партнерлар қосылып, новичоктармен бірге бьюти чат ашуға болады. Немесе новичоктың өзі келсе, өзінің туыстарына, таныстарына, достарына осындай бьюти чат ашып қойсын. Не қараңыз, осындай SMS жасауға болады. Сәлем әсем, қалың қалай? Саған қызықты ұсынысым бар еді. Менде WhatsApp'та группам бар. Ол группада сұлулық, бет күтімі, денсаулық жайында. Сені сол группаға қосқым келеді. Арасында қарап отырасың, жеңілдіктер, распродажалар, өнім бойынша керемет отзывтар болады. Спам жоқ, пайдалы ақпарат. Мүмкін пайдалы бірдеңе көріп қаларсың. Чат саған кедергі келтірмес үшін даусын өшіруді көрсетемін, келісесің бе деп. Я десе, бәрібір адамдар, мысалы, любой адамда бірнеше чаттар болады, я? Подружкалармен отыратын чат, мамочкалармен бірге отыратын чат. Неге сондай полезный чатта неге отырмасқа келеседі деп ойлаймын. Сосын, мысалы, осылай өзіңізге контент план жасап қойыңыз. Қай күні, қандай ақпарат бересіз, кім береді, мысалы, ключевой партнерларымен ақылдасып, сен, мысалы, дүйсенбіде осындай ақпарат, мысалы, таңертең қандай ақпарат, күндіз қандай, кешке қарай ақпарат бере салмай ғана, соны сіз өзіңіз де басқа партнерлар да сол туралы айтып кету керек, сол продукт жөнінде, және де өзінің, мысалы, бір ақпаратты айтып, бір продукция жөнінде ақпарат айтсаңыз, хотя бы 3-4 партнеріңіз сол продукт бойынша отзыв жіберсін, сонда ол қызықты болады. Уже адамның оған көзі түседі. Мысалы, дүйсенбіде бет күтіміне арналған наборлар туралы айтсаңыз, наборлар туралы айтып, сосын кішкентай бір отзыв. Сейсенбі күні, мысалы, парфюм женский, күндіз распродажалар туралы. Сейсенбіде, мысалы, еркектерге арналған пена для бритья, шампунь, күндіз, мысалы, бір парфюм мужской. И обязательно скидкамен тұрған заттар туралы айтасыз. Скидкасыз тұрған заттарды айтсаңыз, ол кішкене қымбаттау болады, адам оған онша қарамайды. Скидкамен тұрған заттарды, мысалы, пена для бритья айтасыз ба? Скидкамен тұрған пенаны айтасыз. Парфюм мужской қандай? Скидкамен тұрған иіс суды туралы айтасыз. Бейсенбі wellness-ті обязательно айтып отырамыз. Өйткені оның нәтижелері өте көп, результаттары өте көп. Бейсенбі, мысалы, wellness туралы айтуға болады. Мысалы, таңертең wellness pack туралы, женский, мужской, және де подписка туралы айтыңыз. Что мне осылай 3 каталог бойы алсаңыз, 4-ші каталогта тегін алуға болады. Күндіз, мысалы, детский омега-3 және мультивитамин туралы, және де бұны да подпискамен алуға болады деп айтасыз. Мысалы, 3 каталог бойы сатып алсаңыз, 4-ші каталогта сізге тегін келеді. И кешке қарай, мысалы, wellness коктейль туралы, және де оны да подпискамен алуға болады деп айтасыз. Сосын жұма күні, мысалы, косметика туралы, таңертең, мысалы, туш туралы, именно скидкамен тұрған туш туралы айтасыз. Күндіз ақпарат, мысалы, тональный крем, база под макияж сияқты скидкамен тұрған заттарды айтасыз. Кешке қарай, мысалы, пудра, румяна жөнінде. Сенбіде, мысалы, помадалар жөнінде, тени, воскресенье шашқа арналған күтім, қандай краскалар, бізде, мысалы, краскалар өте жақсы. Не осылай күнде ақпарат беріліп отырса, адамда уже қызығушылық болады. Өйткені ол чатта отырған адамдар қонаққа барады, праздниктар болады. Ол дүкенге, мысалы, барып жүретін уақытта қазір адамдарда жоқ, уақытығыз. Лучше ол, мысалы, сізге заказ берсін. Сізге заказ береді, мысалы, қазір даже сіз өзіңізді, мысалы, қонаққа барсаңыз, әрқашанда осы Oriflame продукциясынан бір зат сыйлаңыз. Өйткені ол адамға, мысалы, ұнап қалса, ол сізге жартынан заказ беріп отырады.
Сосын осындай сертификаттарды жасап көруге болады. Мысалы, мейрамдарда сыйлыққа сертификат ұсынуға болады. 8 март, 7 мая, туған күн, день влюбленных, осындай мерекелерге подарочный сертификат ұсынуға болады. Мысалы, кейбіреулер мұғалімдерге сертификат береді ғой, бютиманияға, там, например, французский дом сияқты магазиндарға. Неге бізге де жасамасқа, я? Осында 10 000 теңгеге, 5 000 теңгеге осында сертификаттар жасауға болады. Сосын ол адам, мысалы, сізге алған адам сізге ақшасын салата, сосын жаңағы сыйлаған сертификатты сыйлыққа алған кісі уже сізге сол сумаға, мысалы, тапсырыс береді. Өте жақсы подарок деп ойлаймын. Мысалы, кімде коллектив бар, я, сол коллективтарға да ұсынуға болады. Мысалы, біреудің туған күні болғанда, мысалы, ақша жинайды ғой, сол кезде, мысалы, айтуға болады, осындай подарочный сертификат сыйлауға болады деп. Енді мен өзім қалай тауар айналым жасаймын? Мен әрине ең біріншіден өзім дүкенді ауыстырдым. Енді менің өзімнің интернет-магазин болғасын, тем более сапасы жоғары шведтік косметика, 20% дисконтым бар. Әрине мен барлық продукцияны өзіме қажетті заттарды осы Oriflame компаниясынан алып отырамын. Ешқандай артық зат алып отырғаным жоқ. Сумка толып тұрған продукциям жоқ. Тек қана өзім қолданатын, менің семьям қолданатын заттарды ғана алып отырмын. Міне қараңыздар, ең біріншіден әрине қазір мысалы барлық адамдар өз денсаулығын күтеді, витаминдер ішеді, коктейльдер ішеді. Бізде барлығы тексерілген, без ГМО, барлық сертификаттар бар, өзінің научно-исследовательский институты бар, қорықпай іше беруге болады, составы бәрі жазылған. Міне коктейлді мен әрдайым коктейль алып отырамын, wellnessті мен постоянно ішемін. Бұрын мысалы мен аяқ қолдарым ауыратын, ауа райы бұзылғанда часто ауыратын, сосын тазобедренный кости часто ауыратын, басым өте қатты ауыратын. Қазір міне осыны ішкеннен бері менде қазір никогда ешбір жерім ауырмайды. Мне осындай нутрикомплекс для волос ішіп жүрмін. Балаларға әрқашанда осында омега-3 және де витаминдерді алып отырамын. Сосын біз әйел адам болғасын әрине бетімізді күтуіміз керекпіз. Осындай нович наборым бар. Сосын маска, скраб, осындай капсулы, ночная маска және де для снятия макияжа. Көрдіңіз бе, ешқандай артық, ешқандай зат жоқ. Балаларға гигиеналық заттар, шампунь, гель для душа, мочалка, зубная щетка, зубная паста, шампунь. Өзіме пена для ванны, гель для душа, маска для волос, шампунь, кондиционер. Денеге және шаш күтімі, мне лосьон для тела, для живота, мне спрей, дезодорант, өте жақсы. Мне шашқа арналған өте күшті мынау Лео сериясынан масло для волос. На жерде от перхоти средства, лак для волос, маникюрный набор, лактар. На жерде аяқ және қол күтіміне арналған. Аяққа арналған міне маска, крем, скраб, спрей, крем для рук, скраб для рук. Мне өте күшті мынау кремдер, вообще прям керемет кремдер. Сосын бірнеше иіс суларым бар. Мне балам да заказ берген иіс суға, онда да бар. Косметика. Бұрын мысалы Oriflame компаниясына дейін, әне декретте отырғасын косметикамда болмаған, шынымды айтайын, косметикамда болмаған, осындай бет күтіміне кремдер да болмаған, бір креммен ғана жүретін. Қазір міне Аллаға шүкір осындай косметикамда бар, өзімді да күте бастадым. Мне тональный крем, пудра, румяна, тени, бірнеше помадалар, сосын мындай антибактериальное средство чайное дерево, менімше обязательно бәріңізде болу керек деп ойлаймын. Өте жақсы. Сосын осындай сумкаларым бар. Бұрын мысалы осы компанияға дейін бірақ сумка болған. Сол сумкамен жазда да, қыста да жүретінмін. Бүкіл 4 сезонға бірақ сумка болған. Қазір мне
коллекциясы, сумканың коллекциясы өте керемет. Осы сумкаларды мен акция бойынша алғам. Акция бойынша премьер каталогтан скидкаларымен және де 50% жеңілдікпен алған сумкалар. Мысалы 11.000 сумкалар тұрса, мен оларды 4400 теңгеге алған болатынмын. Қазір любой дүкенге барсаңызда, сіз мысалы 4-5 мыңға сумка ала алмайсыз. Ең кем дегенде қазір сумкалар 7-10 мың тұрады. Мен 50% жеңілдікпен әрқашанда осы сумкаларды аламын, немесе бонусты аламын. Сосын қыздар, мен всегда айтамын, өз партнерларыма айтып отырамын, 21 күн сізге беріледі, 3 апта беріледі. 21 күн ішінде 150 бонус балл жасау, бұл біздің бизнеста ең оңайы. Өйткені сіз ол заттарды бәрібірді ай сайын дүкеннен алып отырасыз. Және де сіздің таныс туыстарыңыз да ол заттарды дүкеннен алып отырасыз. Неге ол заттарды скидкамен алып отырмасқа? Ең бірінші сіз өзіңізден бастау керексіз. Өзіңізден бастаңыз. Егер өзіңіз дүкен ауыстырмасаңыз, өзіңіз Oriflame компаниясын алмасаңыз заттарды, сіздің командаларыңыз да олай тауар айналым жасамайды. Өзіңіз көрсету керексіз. Сіз 150 балл қалай жасайсыз, не аласыз, қандай продукцияны аласыз, көрсету керексіз. Ұсыныс беру керексіз. Өйткені мысалы көп новичок не аларын білмей отырады. Міне сол үшін де beauty chat өте пайдалы болады. Көп новичок, мысалы мен де новичок болып келгенде, каталогты былай қарадым, 2-3 сағат отырдым. Маған сол кезде маған ешіне керек емес болып сияқты көрінетін. Ал қазір мен әр каталогты асыға көтемін, әр заказымда асыға көтемін. Бәрін алғын келіп отырады. Продукцияны жақсы көріңіздер. Продукцияны, компанияны жақсы көріңіздер. Сонда ғана сізде тауар айналым жүреді. Біреу үшін шешім қабылдамаңыз, ойыңызды өзгертіңіз. Мысалы, мына кісіге мен каталог көрсетпеймін, ол Oriflame продукциясын алмайды, мен сенбейді деп олай ойламаңыз. Сіз олай ойласаңыз, сіз өзіңіз соны өзіңізге тартасыз. Ол адам сосын солай айтады сізге. Өзіңіз ойыңызды өзгертіңіз. Өйткені ойыңызды өзгерту үшін сіз продукцияны жақсы көру керексіз. Бізде шведтік косметика, жоғарғы сапалы косметика. Төртіншісі, каталог көрсетуге ұялмаңыз, өзіңізге сенімді болыңыз. Каталогты көрсеткенде өзіңізге сенімді болу керексіз. Бұл жоғары сапалы шведтік бренд. Бесіншісі, wellness продукциямен танысып алыңыз. И өзіңізге ұнайтын продукциямен бөлісіп отырыңыз. Өзіңіз ұнайтын продукциямен бөлісіп отырсаңыз, сіздің командаңызда көреді, сіздің командаңызда сол продукцияны алғысы келіп отырады. Міне осымен болды. Тауар айналымын қалай жасау керек, дүкенді не үшін ауыстырамыз, бонус балдың пайдасы қандай, beauty chat, тауар айналымын жасау әдістері туралы айтып шықтым қысқаша. Кімде қандай сұрақтар бар, жазыңыздар. Қыздар, кімде қандай сұрақтар бар? Осыны ұмытпаңыздар. Бұл сіздің таңдауыңыз. Таңдауыңыз қандай болады? Душқа түсесіз, тіс жуасыз, боянасыз ба? Немесе душқа түсесіз, тіс жуасыз, боянасыз, және де табыс алып отырасыз. Мы зарабатываем на собственных покупках, дейді ғой. Жақсы, онда бәріңізге рахмет, бәріңізге сәттілік тілеймін. 21 күн ішінде керемет тауар айналым жасаңыздар.
осы бизнеста карьерный лестница бойынша өсетін болыңыздар. Бьюти чатты қолға алыңыз, каталог көрсетуге ұялмаңыз, ұмытпаңыз. Бәріңізге сәттілік тілеймін, сау болыңыздар. Запись болады, я.